Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Кайпылдаев Ербол, талантлы, Жамбыл облысы, Тұрарскол ауданы, Тұрарскол атындағы мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімімін. Сіздердің алдарыңызда ұсынылып отырған авторлы бағдарламам Қазақстан құқығы деп аталынады. Бұл авторлы бағдарлама 10-шы сыныптарға арналған. Қазіргі таңда бұл авторлы бағдарлама оқу үрдісінде толық пайдалануда. Авторлы бағдарламамның құрылымына келетін болсақ, мазмұнына келетін болсақ, жалпы аңдатпадан тұрады, түсінік хаттан, жобаның мақсат міндеттерінен тұрады, курстың оқытылу ерекшеліктерінен тұрады, одан кейін қорытынды әдебиеттер тізімінен, одан кейін қосымшалардан, оқушыларға арналған жұмыс дәптерінен және де ұстаздарға арналған қысқа мерзімді жоспардан тұрады. Енді аңдатпаға тоқталып өтетін болсақ, жалпы тақырыптың таңдалу барысындағы өзектілігі құқықтық мемлекеттің алғашқы белгісі ол азаматтарға барлық заң деңгейінде қолдау көрсету, заң тетіктерінің өмірде қалай жүзеге асырылатындығын түсіндіру, оқушылар осы құқықтық сауаттылықты арттыра отырып, өмірде өзінің құқықтарын қорғай алатын дәрежеге жеткізу басымдықтары берілген. Келесі түсінік хатқа келетін болсақ, жалпы түсінік хатта бұл пәннің басқа пәндерден айырмашылығы, жалпы пәнге кіріспе көрсетілген. Жалпы адамның мәдениеті мен оның құқықтық мәдениеттің арасында тығыз байланыс болады. Құқықтық мәдениет жалпы адамзаттың рухани мәдениет мазмұнына енеді. Бірақ та өзіндік ерекше тетіктері болады. Сондықтан да құқықтық тәрбиені, адамгершілікті, адам тәрбиелеу теориясында бөліп алып қарастыруға болмайды екен. Енді Қазақстан құқығы курсы аптасына 1 сағат және де 34 сағатқа арналған. Сонымен қоса кез келген пәннің пәнаралық өздерінің арнайы сала ғылымдары болады. Сол ғылымдармен Қазақстан құқығы курсы тікелей байланыста. Ол әдебиет, мәдениет, этнография және психология саласымен тығыз байланыста жүзеге асады. Келесі берілген тақырыптардың мазмұнына тоқталатын болсақ, таңдалу ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, 34 тақырыпта жалпы құқықтың жалпы сонау шығу тарихынан басталған. Соның ішінде бұл 5 бөлімге бөлінді. Мемлекет құқығы, 7 жарғы, Қазақстан Республикасының Конституциясы тарихы, мемлекет конституциясы және конституциялық президент құқықтық қатынастар деген жалпы бөлімдерге бөлінді. Бұл жерде әр тақырыптың тақырып таңдай отырып, бөлімдегі тақырыптардың мазмұны ашылды. Мысалға, екінші бөлімді алсақ, 7 жарғы. 7 жарғы заңының қолдану барысы, жалпы қоғамдық тәртіпті бұл заң қалай жүзеге асты, қоғамдық тәртіпті қалай сақтады деген жағдайлармен байланысты бұл тақырыптың мәні, жалпы сипаты ашылып отыр. Енді жалпы қорытындыға келетін болсақ, Қазақстан құқығы жалпы пәні 2020 жылдан бастап қолға алынды. Сол 20 жылдан бастап оқу үрдісінде енгізілді. Оқу үрдісіне енгізілгеннен кейін 10-шы сыныптардың жас ерекшеліктеріне байланысты таңдап алынды.
таңдап алынғаннан кейін оқушылар өздеріне үлкен жетістіктерге жете бастады. Ол жетістіктер қайдан байқалды? Ол негізгі пәндерден өтілетін олимпиададан оқушылар жүлдегер бола бастады. Одан кейін ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысу кезде оқушылар өздерінің қабілеттері ашыла бастады. Жаңа қырдан оқушылар өздерінің қабілеттерін көрсете бастады. Енді әдебиеттер тізімі алдарыңызда ұсынылып отыр. Бұл әдебиеттер тізімі оқушыларға, ұстаздарымызға өте тиімді. Себебі осы әдебиеттердің атын, шыққан жылын, баспасын және беттерін көрсетіп қойғанбыз. Жалпы жұмыс дәптерінде болсын мысалдар қай кітаптан алынған және қай бетте тұрғандығын бірден тауып алуымызға болады. Тұраршықов атындағы мектеп лицейі Шерхан Мұртаза атындағы Тараз инновациялық институтымен меморандум негізінде жұмыс жасайды. Сол меморандум негізінде осы біз авторлық бағдарламалар және ғылыми жұмыстарды қауымдастық негізінде ол кісілердің де ойын тыңдау құнды деп есептейміз. Бізге осы авторлық бағдарламаны жазылу кезінде тарих ғылымдарының кандидаты Бекқожаев Жанғали Жұмақадырұлы пікір берген. Осы пікір алдарыңызда ұсынылып тұр. Келесі кезең бұл жұмыс дәптері. Кез келген оқу құралын және жұмыс дәптерін оқушылар ашып жұмыс жасайтын алдында міндетті түрде оның түсіндірме жазбасы болады. Міне алдарыңызда түсіндірме жазбасы тұр. Жұмыс жасайтын кезде әр тапсырманың алдында осы белгілер көрсетілген. Бірден осы түсіндірме жазбаны қарап оқушы тапсырманы орындау деңгейін шешеді. Себебі логикалық тапсырма берілген бе ол жерде, әлде мақал мәтелді жалғастыру ма, сурет салу ма деген сияқты бірден өз жеке дара шешім қабылдайды. Одан кейін алдарыңызға тағы бір жұмыс дәптеріндегі сабақтың құрылымын көрсетіп отырмыз. Міне оқушы бірінші тапсырманы орындайды. Құқық сөзіне анықтама бер. Оқушы бұл жерде өз ойын жазады. Жалпы құқықты өзі қалай түсінеді, қалай елестетеді. Екінші тапсырмасы құқық туралы мақалдар жаз. Жалпы өмірде кездесетін жалпы қандай мақалдар барын осы дәптерге жазатын болады. Тағы алдарыңызға ұсынылып отқан бөлім бұл ұстаздарға арналған қысқа мерзімді жоспар. Осы жоспардың негізінде ұстаздарымыз қарап өздерінің сабаққа дайындығын пысықтайды, сабақтың барысын көреді. Одан кейін қысқа мерзімді сабақ жоспарында жұмыс дәптерімен тікелей тапсырмалар бір-бірімен байланысты болып келеді. Қазіргі таңда бұл авторлық бағдарлама қолданысқа ие, оқушыларымыз тәлім тәрбие алуда.